Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Сұлтан Бейбарыстың 8 жыл толуына орай Ұлы Мысыр елінің сұлтаны атты деректемені ұсынамыз. Биыл атақты қолбасшы, қарапайым құлдан мемлекет билеушісіне дейін көтерілген Сұлтан Бейбарыстың туғанына 8 жыл толып отыр. Ол ислам әлемін крескерлердің шабуылынан және моңғол шапқыншылығынан құтқарды. Заң саласында бұрын соңды болмаған өзгеріс енгізді. Ал оның әскери жаңалықтарын Европа мемлекеттері пайдаланды. Сұлтан Бейбарыс 1223 жылы Дешті Қыпшақ даласында дүниеге келген. Тарихи деректерге сәйкес, Бейбарыс Қыпшақ тайпасынан, Беріш руынан шыққан. Туған жері қазіргі Атырау облысы. Бейбарыс өзін мықты сарбаз, әрі қабілетті стратег ретінде көрсете білді. Соның нәтижесінде Мысыр сұлтаны жеке гвардиясының қолбасшысы болып тағайындалды. Ал крескерлер жорығы кезінде алғашқы әскери табысына қол жеткізді. 1250 жылы Бейбарыс Франция королі Луи IX'ның әскерін талқындап, корольді тұтқынға алды. Осы шайқастан кейін мәмлүктердің күші мен беделі өсті. Бейбарыс билік еткен кезде өзінің әлеуметтік экономикалық жағдайы ілгері дамыды. Сұлтан өзінің қарапайымдылығымен және діндарлығымен елге танымал болған. Кедей-кепшіктерге әрдайым көңіл бөліп, көмектесіп, жетімдерді желеп-жебеп жүрді. 1277 жылы уәзір қалауын Бейбарысты улап өлтірді. Әйгілі сұлтан Дамаск қаласында жерленді. Бүгінде Сирия астанасы Дамаскіде Бейбарыс сұлтан кесенесі бар. Қазақстан оны қалпына келтіру жұмыстарына үнемі атсалысып келеді. Бейбарыс сұлтанның кіндік қаны тамған жері Жайық өзенінің атырауында алып ескерткіш орнатылды. Сұлтан Бейбарыс жайлы мәліметтерді кітапхана қорындағы тарихи тұлғалар, танымдық көпшілік басылым, қазақ халқының тарихи тұлғалары, бірінші кітап, қысқаша анықтама, Алматы қаласы өнер баспасынан 2016 жылы шықты. Бейбарыс сұлтан, тарих тұлға уақыт кітабы, 2004 жылы Аруна баспасынан. Көркем суретті Қазақстан тарихы, Қазақ энциклопедиясы 2006 жылы жарыққа шықты. 100 тұңғыш жинағы, бірінші кітап, Алматы қаласы Жалын баспасынан 2005 жылы шықты. Және тағы басқа жинақтарын кітаптардан таба аласыздар. Құрметті оқырмандар, Сұлтан Бейбарыс жайлы мәліметтерді терең білгілеріңіз келсе, сіздерді кітапханамызда күтеміз. Назарларыңызға рахмет.